Сәлеметсіздерме? Түркістан облыстық Ыбырай Алтынсарин атындағы балалар кітапханасында өткізіліп жатқан анатомия өз дене туралы не білесің көрмесіне қош келдіңіздер. Балалар, өз денеміз туралы не білеміз? Кәне айтайықшы. Біздің денеміз әртүрлі бөліктерден тұрады, яғни бастан, қол, дене және аяқ бөліктерімізден тұрады. Ал әр бөлігімізде біздің белгілі бір мүшелеріміз орналасқан. Олар бізде көз, мұрын, құлақ, ауыз және қолдарымызда саусақтарымыз бар. Дұрыс қой? Иә. Біз көреміз ба? Ал мынау не? Құлақ. Естиміз. Ал мұрын? Ауыз намаз деуге. Қол және аяқтар бар, иә? Олардың әрқайсысының атқаратын функциялары бар. Мысалы, қолмен не істейміз біз? Тамақ істейміз, сосын жөндейміз, ойнаймыз, істегіміз келген нәрселер бар. Қолмен жасаймыз, иә? Ал аяқ бізге ары бері жүріп тұру үшін керек. Ал енді ішкі ағзалар туралы түсіндіріп кетейік. Ішкі ағзалар туралы бізде сонда сезім бе? Бізде ішкі ағзалардың ең басында мынау не? Бәріміз білеміз ба? Ми, иә? Ми адамның ағзасында ең маңызды рөл атқаратын ағзалардың бірі, яғни ішкі органымыз. Бұл негізінен сүтқоректілердің ішінде, сүтқоректілер, соның ішінде адамның өмірінде, яғни ішкі ағзасында алатын орны ерекше. Бұл кез келген адамның мінез құлқын және оның ішкі нерв жүйелерін ретке келтіріп отырады. Ал ми қай жерде тұрады? Бәріміз білеміз ба? Баста тұрады, дұрыс. Қай жерде? Мынау не екенін білесіңдер ме? Жүрек, ол барлық ағзаларға қан жіберіп тұрады. Және де біздің жүрегіміз күніне 115 мың рет соғып тұрады екен. Және әр адамның жүрегі өзінің жұдырығының мөлшеріне бірдей жұдырықтыбайды жұмында. Байқап қояйын, сендердің жүректерің осындай аяқтың. Жұдырықтарың, иә? Ол қайда орналасады жүрек? Сол жақта, да? Сол жақта. Келесі біздің ішкі мүшеміз, ол не деп аталады? Білеміз ба? Білеміз ба? Өкпе. Өкпе бізде ауа, яғни тыныс алу үшін керек болады. Өкпе негізінен екі бөліктен тұрады. Және де ағзамыздың химиялық тепе-теңдігін сақтайды. Ол қайда орналасатынын кім біледі? Бүйректің да. Иә, мына екі жерде арқаға жақын орналасады, иә? Бәрін жақсы түсіндіңдер ғой, иә? Түсінікті. Қай ағза, қай жерде? Басымызда ми болады. Бұл бізде ми бар. Біздің басымызда бөлігінде ми тұрады. Ал бізде мынау бізде жүрек. Бұл біздің ортаңғы бөлігімізде тұрады. Сол жағымызда біздің сол жағымызда бұл Мидың мүшесінде болады, көлемі? Білесің ба? Жұдырықта болады. Әрбірінің өзінің жұдырығы болады. Ал мынау бізде өкпе. Бұл біздің жүрегіміздің жанында тұрады. Ал бұл бізде ішек. Ішек бізде ішімізде тұрады. Яғни ас болсын, өзін атқарады. Бұл бізде ішектің үстінде тұрады. Бұл бүйрек екеуі болады. Ол ішектің екі жағында тұрады. Ол негізі артымызда тұрады. Бүйрек біздің мына жерімізде болады. Түсінікті ма? Түсінікті ма? Тағы да кім үйретеді?
Мынау мынау жүрек, мынау бауыр, о мынау ше мынау екі Кім айтады екен тағы? Тағы айтқысы келгендер бар ма? Айтып көрсеңші, айтып көресің бе? Айтып кел. Кел, айтып кел. Oke, now jerit, now bawor, now Мында түрлі ағзалармен, ішкі құрылыстармен таныссаңдар болады. Балалар, қараңдар. Балалар, егер осындай қызықты дүниелермен танысқыларың келсе, үйренгілерің келсе, ертегі оқуларың келсе, өздерің кітапханаға келіп, кітап қорымен таныссаңдар болады, оқысаңдар болады. Бізде түрлі мәдени кітаптар бар, әртүрлі тақырыптарда. Жарайды ма?